Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді шоколадты құрма жасайтын боламыз. Ораза кезінде хит болатын тәттіміз. Бізге керегі құрма, миндаль. Мен құрманы алдын ала жуып, бірнеше сағат бұрын кептіріп алған болатынмын. Және бетіне сепкенге өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қоссаңыздар болады. Ең алдымен біз құрмамызды ортасынан бөліп, ішіндегі сүйегін ажыратып аламыз да, ортасына миндальды салатын боламыз. Барлық құрмаға осылай салып шығамыз. Миндаль болмаса, грек жаңғағын қоссаңыздар, немесе шоколад қоссаңыздар болады. Бәрін салып шықтым. Енді осы дайын болған құрмамызды шоколадқа аунататын боламыз. Мен шоколадты водяной баняда ерітіп алдым. Бір пачка шоколадқа бір ас қасық сұйық май құйдым. Енді осы құрмаларымызды шпажкаға тығып алып, осылай ыңғайлы болу үшін жаңағы шоколадымызға аунатамыз. Шоколадтың кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Мен Несквик шоколадын қолдандым. Шоколадты құрмамыз дайын. Енді морозильникқа 10-15 минутқа салып қоямыз. Міне өте дәмді шоколадты құрмамыз дайын болды. Кез келген үстелдің сәнін келтіреді. Сіздер де дайындап көріңіздер.